Сәлематсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ас адамның арқауы, дауысты және дауыссыз дыбыстар. Сабақтың мақсаты мәтін мазмұнының тақырыбы бойынша болжау. Сөздегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстылар ажырату және дұрыс дыбыстау. Бағалау критерийі дауысты және дауыссыз дыбыстарды анықтау. Алдымен дауысты дыбыстарды еске түсірші. А, Е, О, Ö, O, Ö, A, Yo, I, Ю, Я. Өте жақсы. Ал сен дауысты дыбыстар нешеге бөлінетінін білесің бе? Иә. Олар жуан және жіңішке болады. Солай ма? Иә, дұрыс айтасың. Дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан, жіңішке болып бөлінеді. Енді мына суреттерге оралайық. Дана, сен білесің бе? Дауысты дыбыстардан басталатын сөздерді бір бөлек, дауыссыздардан басталатын сөздерді бір бөлек бөліп қоюға болады. Осылай да бөлуге болады екен ғой. Жақсы, мына бағанда дауысты дыбыстан басталатын сөздер тұр. Үкі, ұшақ, арыстан, орындық. Ал мына жақта дауыссыз дыбыстан басталатын сөздер тұр. Бұзау, құлын, сандық, түлкі, піл, кірпі. Дауысты дыбыстарды ішіңдегі ауа таусылғанша соза беруге болады. Қане дыбыстайық. А, О, Ö, O, Ö, O, Әндетіп айтуға да болады. Өте жақсы. Жуан дауысты дыбысы бар сөздерді бір бөлек, жіңішке дауысты дыбысы бар сөздерді бір бөлек жинаш. Жақсы, қазір жуан дауысты дыбысы бар сөздер ұшақ, арыстан, орындық, бұзау, құлын, сандық. Жіңішке дауысты дыбысы бар сөздер үкі, түлкі, піл, кірпі. Қазақ тілінде 4 жуан дауысты дыбыс бар. Және олардың жіңішке дауысты сыңарлары бар. Мысалы, аның жіңішке сыңары қандай дыбыс? Айтшы. Дұрыс. Тағы қандай жуан жіңішке сыңары бар дауыстыларды білесің? А, О, Ö, O, Ö, A, Дауыссыз дыбыстар үшке бөлінеді. Олар үнді, ұяң, қатаң дауыссыз дыбыстары. Әліпбиден А, Е, Йо дауысты дыбыстарын алып тастап, 7 дауыссыз дыбысты айтайық. Ұяң дауыссыздарға Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З жатады. Қалай? Есте сақтадың ба? Яғни, ұяңдардың саны қанша болды? 7. Дұрыс. Үнділердің де саны 7. Олар Л, М, Н, Ң, Р, қысқа У. Мен білдім. Қалған дауыссыздар қатанға жатады екен ғой.
Енді түсіндім. К, Q, P, S, T, F, H, H, C, Ç, Ш, Ш. Дұрыс. Сен жеті ұяңның жеті қатаң сыңары барын жақсы білуің керек. Б, П, В, Ф, Г, К, Г, Қ, Д, Т, Ж, Ш, З, С. Ұяң сыңары жоқ дыбыстар қатаңдар қатарынан орын алады. Олар Х, Х, Ц, Ч, Ш. Оқушылар, енді оқулықтың 11-ші бетіндегі бірінші жаттығуға қараймыз. Бірінші жаттығуда суреттерді ретімен қойып, осы суреттер бойынша әңгіме құрастырамыз. Жарайсыңдар, суреттер ретімен қойылып, әңгіме құрастырып шықтыңдар. Баяғы бір заманда бай мен кедей көрші өмір сүріпті. Олардың араздығы сондай, бір-бірін көргісі келмейді екен. Байдың үйі кең, әдемі болыпты. Іші толған алтын мен күміс. Ал кедейдің үйі ағаштан жасалған, төбесін бұтамен жапқан қора екен. Алтын мен күміс түгілі нанын әзер тауып жепті. Егін егіп, оны суарып, күтіп, орып, өз күнін өзі көріпті. Бір жылы көктемде алапат су тасқыны болады. Бай алтынын көтеріп, ағаштың басына шығып кетеді. Ал кедей болса, бір көмеш нанын қойнына салып, ол да ағаштың басына көтеріледі. Су тасқыны 15 күнге созылады. Бір күні қарны ашқан бай кедейге: «Әй, кедей, сен мына бір кесек алтынды ал да, маған бір үзім нан бер» дейді. «Жоқ, алтынның өзіңе нан бере алмаймын» деп жауап береді кедей. Екінші күні бай кедейден тағы да нан сұрайды. «Алтынымның жартысын берейін» дейді ол бұл жолы. «Жоқ, бере алмаймын» деп бұл жолы да кедей келіспейді. Ақыры аштан өліп бара жатқан соң шыдамай бай бір үзім нанға барлық алтын айырбастайтынын айтады. Кедей бәрібір көнбейді. Бойынан күші кеткен бай басы айналып суға құлап кетеді. Ал келесі күні су тоқтап, кедей ағаштың басынан түседі. Халықтың алтын күміс тас екен, арпа бидай ас екен дейтіні осыған орай айтылған екен. Екінші жаттығу. Тыңдалым. Мәтінді түсініп оқы. Мәтіннің тақырыбы ақ тоқаш. Түс кезі. Екі дос мектептен қайтты. Екеуінің қолында ішінде шыжығы бар ақ тоқаш. Қажекең нанның бір кішкене қалдығын қағазға орап, сөмкесіне салып алды. Ал қажекеңнің досы өзі тойғаннан кейін тоқаштың қалғанын бір кескен шыжығымен бірге лақтырып жіберді. Қажекең досына қарап: «Балалар, осы мәтінде әрі қарай не болатын болжап, мәтінді жалғастырып көріңдер. Және мәтін мазмұнына сәйкес қарама-қарсы пікір айтып көріңдер». Жарайсыңдар. Мәтінді түсініп оқып шықтыңдар, және әрі қарай не болатын болжап жалғастырдыңдар. Үшінші тапсырма. Жазылым. Жазу дәптерімізді ашып, мақалды әдемілеп, көркемдеп жазамыз. Мақалымыз: еңбекпен тапқан нан тәтті. Жарайсыңдар. Мақалды жұмыс дәптеріне жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, көркемдеп жаздыңдар. Төртінші тапсырма. Дыбыстарды дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажыратып топтап жазыңдар. Керемет. Берілген дыбыстарды дауысты және дауыссыз дыбыстарға бөліп жаздыңдар. Балалар, бүгінгі сабақтан қандай әсер алдыңдар? Біз бүгін қандай дыбыстармен таныстық?
Дауысты дыбыстарды атаңдар. Дауыссыз дыбыстарды атаңдар. Жетістік баспалдағына жеттіңдер ме? Балалар, бүгінгі сабаққа белсенділікпен қатысқандарыңа рахмет. Сау болыңдар.